Бәріңізге сәлем. Сабақтың алғашқы минуттары оқушының назарын өзіңізге аударып, қызығушылығын оятудың алтын уақыты. Бүгін сіздерге сабақты ерекше әрі есте қаларлық бастауға көмектесетін әдістер ұсынамын. Әр сабақтың басталуы оқушының көңіл-күйі мен ынтасына әсер ететін маңызды сәт. Ендеше сабақты креативті, көңілді әрі пайдалы етіп бастайық. Қызықты факт немесе оқиға айту. Сабақ тақырыбын бастарда өмірден алынған таңғаларлық дерек келтіру. Мысалы, бір парақты 42 рет бүктесең, айға дейін жетеді дегенді білесің бе? Сурет немесе бейнематериал арқылы бастау. Бір сурет немесе қысқа видео көрсетіп, қалай ойлайсыңдар? Бұл біздің бүгінгі тақырыпқа қандай қатысы бар деп сұрау. Проблемалық сұрақ қою оқушыны ойландыратын өмірлік жағдайдан алынған сұрақ. Мысалы, егер сенде 1000 теңге болса, оны қалай үнемдейсің? Ойын элементтерін қосу. Сабақтың басында шағын ойын ойнату. Мысалы, кім жылдам викторинасы, сиқырлы қапшықтан сұрақ таңдау ойыны тағы да басқа. Мұндай ойын түрлерінің менің басқа да видеоларымнан көре аласыздар. Драма немесе рөлдік ойын. Оқушыларға тақырыпты кейіпкер арқылы көрсету. Мысалы, тарих сабағында біреуі хан, біреуі би, біреуі халық рөлін ойнайды. Сыни ойлауға итермелеу, инсертация. Мұғалім алдын ала бір мәтін немесе сурет береді. Оқушылар плюс білгенім, минус қайшы келетін, сұрақ белгісі, сұрағым бар деп белгілеу керек. Жұмбақ немесе ребус шешу. Тақырыпқа қатысты жұмбақ немесе ребус жасырсаңыз, балалар өте қызығып кетеді. Жапондық кикан шидо стилінде сұрақ қою. Мұғалім тақтадан емес, сынып ішінде жүріп, оқушыларға шағын, ойландыратын сұрақтар қояды. Назарларыңызға рахмет. Бүгінге осы, алдағы уақытта тағы да басқа қызықты әдіс-тәсілдер болады. Күтіңіздер. Құрметті әріптестер, пайдалы әдіс-тәсілдерді жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз. Бірге дамып, тәжірибе алмасайық.